Әзизе мен Зөлейха күн көру үшін ыдыс-аяқ жуушы болып жұмысқа тұрған, бірақ оны Девран білмейтін еді. Әзизенің ізінен аңдып Девран келе жатыр. Күнкөріс хаммен екеуі ыдыс-аяқ жуып жүр, бірақ Девран білмейді. Зөлейха Девранға қашан айтасың деп айтып жатыр. Девран айтамын, өз-өзіне келсін дейді. Сол кезде Девран келіп қалады. Девран жаман болып қалады, сыртқа шығып кетеді. Әзизе соңынан келеді. Жұмыс істеуге мәжбүр болдым дейді. Сен ауруханада жатқан кезде аурухана шығындары, күнкөріс қамы, балалардың оқуға ақшасын төлеу керек болды. Сондықтан да қолымызда бар жұмысты істеп жүрміз дейді. Девран, мен әйеліме ыдыс-аяқ жуғызып қоймаймын, өзім бір нәрсе қылармын деп Әзизені ол жерден алып кетеді. Бірақ Зелиха сол жерде ыдыс-аяқ жуып қала береді. Жүсіп ағамның дүкеніне Фируза келді. Ол кім деп үйіндегілерден сұрап жатыр. Әжесі Фирузаның кім екенін айтып береді. Ол баяғыда осы біздің ауданда тұратын, әкең оған ғашық болған еді дейді. Фируза болса Жевдетке ғашық болған екен. Жевдет түрмеге түскеннен кейін Фируза да күйеуге шығып, ол ауданнан көшіп кеткен екен. Ол әйелдің кесірінен балаларымның арақатынасы бұзылды дейді. Яғни Жевдет те Хашмет те Фирузаға ғашық болып, ал Фируза Жевдетке ғашық болған. Ал Жевдет інісімен арақатынасын бұзбау үшін Фирузаға қосылмаған екен. Фирузаның қызы Бахар Жевдеттің хатын оқып қойған еді. Яғни ол өзінің әкесінің Жевдет екенін біледі. Бүгін Жевдетті дүкенге іздеп келді. Юсуп Жевдет ағам жоқ дегеніне сенбей, ол дүкеннің ішіне кіріп қарай бастайды. Бахар сенбейді. Мені кетсін деп әдейі айтып жатырсың ба? Жевдет ағаң қайда дейді. Сол кезде Юсуп ол жоқ, өлген деп айтады. Оның өлгенін білген Бахар есінен танып қалады. Бахар үйге қайтамын деп таксиге отырып кетіп бара жатады. Юсуп оның халінің нашар екенін біліп үйіне дейін барады. Бахар таксидің ішінде есінен танып қалады. Оның қанты түсіп кеткен екен. Жүсіп Бахарды көтеріп үйіне алып кіреді. Үйде анасы оған инсулин уколын салып, Бахар өз-өзіне келеді. Соңғы болған жайттардың барлығына Зілейха өзін кінәлі санап, күндіз-түні Алладан кешірім сұрап, бүгін де мешітке тағы келді. Болып жатқандардың барлығына өзін кінәлі санап, жаратушыдан кешірім сұрап отыр. Ондағы жүрген бір әйелдің көзі Зілейхаға түседі. Мына қыз кім? Соңғы уақытта жиі көріп жүрмін деп сұрайды қасындағыдан. Жевдет ағамыздың жиені ғой дейді. Байғұстың әке-шешесі де жоқ еді, енді ағаларынан айырылды дейді. Сол кезде ана әйел жаман көзбен қарайды Зілейхаға. Девран өзінің бұрынғы қонақ үйіне келеді. Келсе, қонақ үйдің бастығы болып қазір Ябуз екен. Ябуз қонақ үйді Кеви анадан сатып алған екен. Ол Девранға менің күйеу баламсың ғой, қасыма кел, бірге жұмыс істейміз деп шақырып жатыр. Девран сенімен жұмыс істемеймін деп кетіп қалады. Первин Әзизеге қонақ үйді Ябуздың алғанын айтып отыр. Әзизенің де хабары жоқ екен, ол да енді біліп жатыр. Ябуз шешесінің барлық мал-мүлкін өзінің атына аударып алды. Оны енді дымсыз қалдырып, қарттар үйіне өткеріп жіберді деп Хамет туралы да айтады. Әзизе қарттар үйіне келеді. Ол жерден Хаметті алып кетеді. Хаметтің барар жері басар тауы жоқ болғаннан кейін Әзизе оны үйіне әкеледі. Первинді зорға шыдап жүрген Жемо енді Хаметті көріп үйден кетіп қалады.